Неге табысты адамдар сағат 5-ке дейін оянуға тырысады? Сағат 8-9 емес, 5-ке дейін. Бұның құпиясы неде деп ойлайсыздар? Мысалға, әлемге әйгілі Илон Маск Tesla компаниясының директоры сағат 4-те оянады. Тим Кук Apple компаниясының директоры 3:45-те оянады. Боб Айгер Уолт Диснейдің негізін қалаушы 4:30-да оянады. Табысты адамдар мидың қалай жұмыс істейтінін біледі. Яғни, қай кезде белсенді, қай кезде ақпаратты тез қабылдайтынын қыр-сырынан хабардар. Сол себепті ерте тұру арқылы мидың осы артықшылықтарын пайдаланып қалады. Біздің миымыз толқынды импульстер тудырады. Ұйқыңыздан оянған сәтте миымыз белгілі бір жиілікпен жұмыс жасайды. Дәлірек айтсақ, 10,5 Гц. 8 Гц пен 13 Гц арасын альфа ритмі деп айтады. Яғни, ұйқылы ояу кезіңіз, немесе есіңізді білмейтін ұйқыдағы кезіңіз. Ал егер сіз 5-ке дейін оянсаңыз, сіздің миыңыз тета және альфа ритмінің арасында болады. Бұл кезде миыңыз тиянақты және терең білім алуға дайын болады. Жан жағыңыздағы болып жатқан дүниені тыныштық қалыпта қабылдай алады. Табысты адамдар бұл уақытта көпте ойланбайды, жұмыста жасамайды. Осы уақыттың ләззатын сезінуге тырысады. Таңертең тұрудың тағы бір құпиясы, ұйқыңыздан оянған кезде 20 минут ішінде көрген естігеніңіздің бәрін миыңызға сіңіріп аласыз. Сол себепті табысты адамдар медитация, аффирмация тыңдайды, немесе намаз оқығаны жөн. Ұйқыңыздан тұра сала әлеуметтік желіні тексерген дұрыс емес. Күні бойы керемет көңіл күймен жүргіңіз келсе, таңертеңгі амалыңыз маңызды. Табысты адамдар кешке ерте жатып, таңертең ұйқыдан ерте оянады. Неге ерте ұйықтаған дұрыс? Себебі түнгі 10-нан 2-ге дейінгі уақыт терең ұйқы кезеңіне жатады. Күн батқан соң сіздің организміңізде мелатонин гормоны бөлінеді. Бұл гормон ұйқы гормоны деп аталады. Мелатонин адамның сұлулығын арттырып, ерте қартаюын баяулатады. Осы гормонның жетіспеушілігі ашушаңдыққа, ұйқысыздыққа, уақыт белгілеуі ауысқан кезде дұрыс бейімделе алмауға алып келеді. Бұл гормонды мидың эпифиз безі бөліп шығарады. Бұл безді үшінші көз деп те атайды. Себебі ең керемет ақпараттық мүмкіндіктер негізінен осы безбен байланысты болып келеді. Мелатониннің мөлшері кешкі сағат 9-дан 2-ге дейін өзінің шегіне жетеді. Таңертең сағат 9-ға қарай мөлшері төмендейді. Бір сөзбен айтқанда, ерте жатқан адамның мелатонины бөлініп, бүкіл ағзасы жаңарады. Оятқышыңыздың даусы шыққанда мақсатыңызға қадам жасайсыз. Ал даусын өшіріп ары қарай ұйықтасаңыз, арманыңызға жету екі талай. Уақытыңызды дұрыс пайдалануды тек өзіңіз ғана шешесіз. Таңғы 5-те барлығы жылы көрпеде оранып ұйықтап жатқанда, сіз арманыңызға әрекет жасап жатасыз. Тек жылы көрпеден тұрсаңыз болды. Таңғы уақыт өте берекелді. Басқалар күні бойы жасаған шаруаны сіз таңғы уақытта жасап тастайсыз. Қызықты ақпараттың бірі, медреседе оқитын студенттер құптан намазынан соң ұйықтап, таң намазына жарты сағат қалғанда тұрады. Олардың үлкен жетістігі Құранды жатқа біледі. Табысты адамдардың құпиясы осында. Күніңізді жоспарлаңыз, ерте тұрыңыз, әрекет етіңіз, қолыңыздан барлығы да келеді. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.